Мемлекеттік қызметші халық пен қоғам арасындағы дәнекер тұлға. Сондықтан халыққа жалпы қоғамға сапалы қызмет көрсететін әрбір мемлекеттік қызметшінің міндеті. Осы мақсатта аймағымызда үздік жас мемлекеттік қызметші байқауының бірінші кезеңі өтті. Оған 20 үміткер қатысып, бақтарын сынауда. Қазіргі таңда мемлекеттік қызметшілерге үлкен сенім артылып, міндеттер жүктелуде. Сондықтан мұндай байқаулардың оларға берері мол. Мұндағы басты мақсат та мемлекеттік қызметтің беделін арттыру, мемлекеттік басқарудың озық тәжірибелерін тарату, үздік мамандарды анықтау. Байқауға енді жалпы облыстағы мемлекеттік қызметшілердің 20 үміткер құжаттарын тапсырды. Бүгін енді жалпы бұл 2 кезеңнен тұрады. Бірінші бүгінгі кезеңде бүгін олардың жалпы өзін таныстыру, яғни таныстыруда өзін сөйлеуі, манерасы қандай деген сияқты, шеберлігі қандай, және жобаны қорғау және өз өнерімен таныстыру, яғни оның ішінде ән айту бар, ұлттық аспапта ойнау деген сияқты өзінің өнерін таныстырып өтетін болады. Сайыстың бірінші кезеңінде слайдтық көрсетілім арқылы әр қатысушы туралы қысқаша мәлімет берілді. Өздерін таныстырып болған соң мемлекеттік қызметкерлер сахнада бар өнерлерін ортаға салды. Солардың қатарында Асылжан Жарылқасынов бар. Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының егіншілік және өсімдік қорғау бөлімінің бас маманы қызметінде атқарып келе жатқаныма 2,5 жылдай уақыт болды, 2,5 жылдан аса. Бүгінгі жарыс өте жоғары жақсы деңгейде ұйымдастырылған. Қызылорда облысының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаментіне алғыс айтамыз. Осындай мемлекеттік қызметкерлер арасында сайысты ұйымдастырып жатқанына жоғары деңгейде. Жарысқа қатысушыларға сәттілік. Енді өздеріңіз білесіздер, мемлекеттік қызметші деген жаңағы екінші жұмыс істесек те болады. Әйтеуір жұмыстың арасында уақыт тауып дайындалдық барымызша. Көреміз енді бақшаға ма, бұйырғанын көреміз. Айта кету керек, ертең, яғни 10 маусым күні байқаудың екінші кезеңі өтеді. Мемлекеттік қызметшілердің бұл турда өнерінен бөлек білімі мен біліктіліктері сыналады. Нәтижесінде жеңімпаздар алғыс хатпен және бағалы сыйлықтармен марапатталатын болады. Айдина Сұлтанханқызы, Нұрдәулет Сәду, Сәуле Нұрпейісова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.